Неге әрбір кәсіпкердің мықты, білікті, сауатты заңгері болу керек? Себебі әр кәсіпті бастаған кезде, оны жүргізу этапында әртүрлі проблемалар шығады. Кәсіп жүргізу деген ол үлкен ответственность. Ал сіздің жаныңызда заңгеріңіз болатын болса, сіз әр қадамыңызда ақылдассаңыз болады. Мына жерде мен заңды жүргізіп жатырмын ба? Мына жерде менде қандай риск болады? Егер мысалмен айтатын болсақ, бізде клиент бар, мебельный производство, мебель жасайды под заказ. Олар договорсыз, заңгерсіз жұмыс жасаған кезде оларда постоянно возврат болады. Индивидуальный заказ алады, апаратын кезде клиент передумал, заказ ұнамады, цветі дұрыс келмеді деген сияқты әртүрлі сұрақтар пайда болады. И ол кезде кәсіпкер өз құқығын білмейді. Ол ойлайды, клиент всегда прав. Клиентке всегда возврат жасау керек. Не дай бог артынан проверка келеді, сотқа береді, клиенттер тугизға жазып кетеді. Сондай страхтарымен ол всегда кез келген клиентке возврат жасайды. Клиенттің претензиясы обоснованный болса да, болмаса да. И ол постоянный кассовый разрыв. Заказ алады, возврат жасайды, заказ алады, возврат жасайды. Ол бізге келеді. Біз бүкіл ситуацияның бәрін разбор жасаймыз. На основе бүкіл сол болған ситуацияларға оған грамотный договор жасап береміз. Сол договормен жұмыс жасау барысында ол каждый возвратты сортировать етіп бастайды. Мына жерде возврат жасау керек, өйткені заңды себеп бар. Мына жерде возврат жасау керек емес, өйткені клиенттің айтып отқан себебі заңсыз. Ол передумал, цветі келмейтін болып қалды деген сияқты нәрселер ол заңсыз болып табылады.